Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте ерекше, әдемі әрі тез дайын болатын кешкі ас жасаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен 200 мг айранға 1 қасық тұз, шай қасық және де 1 шай қасық ас содасын қосамыз және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біз сода қосқандықтан біздің айран массамыз көтеріледі, сондықтан үлкен ыдысқа жасағандарыңыз дұрыс. Ал енді електен өткізілген ұнға айранымызды құйып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қамырымыз сәл бостау, қолға жабыспайтын болуы керек. Ал енді илеп болған қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін ет аламыз. Етімізді жақсылап тұрып, турап аламыз. Бұл жерде мен дайын піскен етті қолдандым. Сіздер кез келген етті қолдансаңыздар болады. Етімізді осылай қатты үлкен, қатты кішкентай етпей турап аламыз. Кейін біз көкөністерімізді тураймыз. Мен жуан алдым. Жуаны осылай турап аламыз видеода көрсеткендей. Және де көкөністеріміздің бірі ол сәбіз. Сәбізді мен осындай кескішпен турап алдым. Бұндай кескішпен турап алсаңыздар, біздің көкөністеріміз өте әдемі, ерек болып шығады. Және де картопты да мен осындай кескішпен турап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көрінеді. Және де туралған көкөністерімізді осылай жеке-жеке ыдыстарға салып қоямыз. Ал енді осылай укропты да турап аламыз. Енді жаңағы 30 минутқа қойып қойған қамырымызды аламыз. Столдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жақсылап тұрып, жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайылған қамырымыздың сұйықмай құйып, оны осылай кисточкамен жайып шығамыз. Немесе қолмен де жағып шықсаңыздар болады. Және де үстіне жаңағы ұсақтап туралған укроптарымызды салып, оны да қолмен жайып шығамыз. Және де осы қамырымызды видеода көрсеткендей ортасын тесіп, жан-жағына қарай орай бастаймыз. Сонда бізде осындай оралған болып шығады. Және де оны әдемілеп тұрып тураймыз. Осылай жеке-жеке әрқайсын турап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай ортасы өте әдемі болып шыққан. Енді әрі қарай біз барлығын қуырып пісіретін боламыз. Ал енді ыдысымызға сұйықмай құйып, оның үстіне жуамызды саламыз және де араластырып қуырып аламыз. Кейін үстіне етімізді саламыз. Ескертіп қояйын, менде бұл жерде піскен ет, ал сіздерде піспеген болса, оны етке байланысты өз уақытына қарай пісіріп аласыздар. Және де кейін кез келген көкөністеріңізді қосасыздар. Мен алдында қатырылған болгар бұрышын және де қызанақтарды қостым. Және де тағы бір араластырып алдым. Енді үстіне біз туралған сәбізімізді және де картопымызды саламыз. Және де үстіне ыстық қайнаған суымызды сәл асыртып құямыз. Және де дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Және де кез келген дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және де мен лавр жапырағын қостым. Ал енді бетін жауып 10 минуттай бұқтырып аламыз.
Көкөністерімізді бұқтырған соң бетін ашып, жаңағы дайындаған қамырымызды саламыз. Бір-біріне қатты жабыстырмай, тізбектеп тұрып салып аламыз. Ал енді бетін жауып, 20-25 минуттай орташа отта бұқтырып аламыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болды. Тарелкемізге әдемілеп тұрып саламыз. Ең бірінші қамырларын осы видеода көрсеткендей домалатып етіп салып аламыз. Және де үстіне көкөніс пен еттерімізді саламыз. Әдемілік үшін үстіне жаңағы қалған укропты немесе кез келген басқа да көкжуаларды сепсеңіздер болады. Немесе пиязды домалақтап турап, солай да салсаңыздар болады. Өте әдемі және де ерекше көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай тамақ өте жеңіл әрі тез піседі. Үстелдің сәнін келтіретін тағам. Міндетті түрде жасап, өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше ас болсын.